бұл бешбармақты көрмей кетпеңіз. Дәмі ғажайып, рецепті тегін. Лайк басып отырыңыздар. Табаға ет пен қазыны салыңыз, су құйыңыз, қатты отта қайнатыңыз. Кейін жайытқа қойыңыз, көбігін алыңыз, 3 сағат пісіріңіз. Дәміне қарай тұз салыңыз. Қамыр жасау үшін салқын су, ұн, тұз салып, қатты қамыр илеп 20 минутқа тынықтырып қоямыз. Картоп, сәбіз, пиязды сорпаға қосыңыз. Тұздыққа туралған пиязды сорпадан шыққан май құйып, 2 помидор езіп салыңыз, үстіне жайытқа қойыңыз. Қамырды қатты етіп илеп тынықтырып қойған қамырымызды жаямыз, сонда жыртылмайды. Қатты әдемі қамыр илейміз. Бешбармақтың дәмі дәл осы қамырдан басталады. Қамырды жұқа етіп жайып, видеодағыдай кесіп алыңыз. Етті шығарып кесіп алыңыз, қамырымызды сорпаға салыңыз, 10-15 минут пісіріңіз. Дайын ыдысқа салып, тұзды құйып, үстінен ет пен көкөністерді қойыңыз. Бешбармақ дайын, дәмі зор болды. Рецепт ұнаса лайк басып кет.